Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сүтсіз және жұмыртқасыз дайындалатын құймақтың рецебімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Құймақты балмен немесе ерітілген шоколадпен жесеңіздер өте дәмді болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажет заттардың тізімін төменде описание бөліміне жазып кететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 400 мл суды құямыз. Шым-шым тұз саламыз. 3 ас қасық шекер саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз венчиктің көмегімен. Төрт ас қасық сұйық май құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. 200 грамм ұнымызға 1 шай қасық ас содасын қосып, және де 1 ас қасық какао қосып, барлығын електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Қасықтың көмегімен бірінші араластырып аламыз. Одан соң венчикпен жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық қамыр шығады. Табамызды отқа қойып қыздырып аламыз. Одан соң сұйық маймен майлаймыз. Қызып тұрған табаға осылай құйып пісіретін боламыз. Қамырымыздың беті осылай көпіршіктеніп қызаратын болады. Ең алдымен шеттерін осылай лопаточканың көмегімен алатын боламыз. Жайлап екінші жағына аударатын боламыз. Екінші жағын көп қоюдың қажеті жоқ, кішкене ғана қызартып аламыз болғаны. Одан соң табамыздан аламыз. Құймақтарымыз пісіп шықты. Осындай керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қазақша контентті қолдап, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік.